Саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен орама жапырақтан қысқы салат дайындау тәсілмен бөлісетін боламын. Лайк басып, комментарий жазып тіркеліп отырыңыздар. Сонымен бізге керегі орама жапырақ, пияз, қызанақ, болгар боршы, май, уксус, сарымсақ, ащы бұрыш, шекер, тұз. Бірінші орама жапырағымызды осылай кішкене кубиктеп турап аламыз. Соңынан сәбізімізді осылай теркадан өткізіп аламыз. Одан кейін пиязымызды турайтын боламыз. Болгар боршында ұзыншалап турап алатын боламыз. Барлығын турап дайындап болғаннан кейін қызанағымызды соңынан турайтын боламыз. Соңынан ащы бұрышымызды, сарымсағымызды тураймыз. Үстіне майымызды құямыз. Шекерімізді саламыз. Тұзымызды, уксусымызды салып, жақсылап араластырып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Соңынан тағы да жарты сағат қайнатып аламыз. Кейін осылай қайнатып алатын боламыз. Ол қайнап жатқанда біз банкілерімізді, қақпақтарымызды стерилизовать етіп дайындап қоя береміз. Міне сонымен жарты сағат қайнады. Біздің салатымыз дайын болды. Банкілерімізге салып, жақсылап жауып қоятын боламыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Сіздермен бірге болған Лейла. Видео ұнаса, комментарий жазып, лайк басып тіркеліп отырыңыздар.